Әйелді табағынан байқа, баланы талабынан байқа. Шешесін ұқпайтын, әкеден ұқпайтын ұл болмайды. Шешеге тартпайтын, әкеге жүк артпайтын қыз болмайды. Қыз бақыты 40 құрақ. Қой баққанға ат таңдатпа, тіс қаққанға қыз таңдатпа. Әйелге ана, балаға дана деп қара. Қыз баланың қымбаты мен қимасы, ұяты мен ибасы. Қызда қылық жоқ деме, момында былық жоқ деме. Әр әйелде болады мың сан қылық, қылықтың ең жаманы жасандылық. Болыс пен биді құрметтейін десең, Құдай берген болыстық пен билік елде жоқ. Сатып алған, жалынып бас ұрып алған болыстық пен биліктің ешбір қасиеті жоқ. Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Көптің аузын күзетіп күн көре алмайсың. Бүгін барда ертеңіңнің үшін алаңда. Қолыңда жоқтың қадір болар адамға. Бәрі де мүмкін, арманда шектеу болмайды, ол шектеу сенің санаңда. Сенімің болса, сенің де жолың болады. Сенімді жанның сөнбейді жалын жанары. Шыдамды едің, шыдаштағы шыдай түс, армандар орындалады. Өмір ғой, күлеміз, жылаймыз, бір уақыт шыңдардан құлаймыз. Алланың ісі ғой, бәрі де шараң жоқ, көнесің бәріне. Өмірде барыңды бағала, үнемі шырағың жанама. Біреуді кемсітіп мұңайтпа, кінәлі ол емес, жылатпа. Өмірде тек қана күлмейсің, мәңгілік өмірде сүрмейсің. Қамшының сабындай жалғанда жаныңның бөлігін іздейсің. Өзгені ешқашан жылатпа, Алладан бақытын сұратпа. Өзіңді шын сүйген жан болса, басқаға сөз айтып сынатпа. Адамзат бәріміз бірдейміз, осыны ойыңа тоқып ал, ұмытпа. Мықтылық дегеніміз әдемі тұрмыс құрып, бақытты ғұмыр кешу емес. Қоржын арқалап жүрсең де адамдығыңды жоғалтпау. Оралхан Бөкей. Қанша батыр болса да жауға салма жалғызда. Қанша шешен болса да дауға салма малсызда. Қанша жүйрік болса да жауға мінбе жалсызда. Қанша сұлу болса да қойныңа алма арсызда. Ақтанберді жырау. Хақ мұсылман кім болар? Айтса сөзі шын болар. Рахым, ұят, ар, ынсап. Төртеуі болса дін болар. Төртеуінің бірі жоқ, бойында иман нұры жоқ. Құр айтқанмен бола ма? Мұсылмандық түрі жоқ. Іздегенің мақтан ғой, далақтап күнде шапқан ғой. Не түн туды басыңа? Тегінде жын қаққан ғой. Неменені қимайсың? Нәпсіні неге тыймайсың? Өзіңді кімге сыйлатып, өзің кімді сыйлайсың? Шәкәрім Құдайбердіұлы. Өзіңнен үлкен болса да, өзгеден кіші жас бірақ. Ақылың асып тұрса да, үнсіз қалған жақсырақ. Сөз түсінбей тұрғанға айтқыңда келер қаттырақ. Өзіңді жынды қылғанға қосылсам болам ақымақ. Санасыз болған жандарға сүбелі сөз жат бірақ. Мақтауды сүймес жан бар ма? Мақталы оймен жып-шырақ. Ешкімді ренжітпе, сөзден ауыр нәрсе жоқ. Адам денесі көп жүкті көтерсе де, көңілі әр сөзді көтер алмайды. Егер жақсы өмір сүргің келсе, жақсы адам ізде. Ал жақсы адам тапқың келсе, жақсы сөйлеп, жақсылық жаса.